Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі музыкалық саяхатымыз төлдерге арналады. Яғни біздің бүгінгі музыкалық тақырыбымыз музыкадағы төлдер бейнесі. Төлдер. Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың? Бұлтиып тұр бүйірің, қай өрістен тойдың? Секең-секең эйлақ, жүрмін саған кейіп ақ. Тыным тапсаң болмай ма, секірмей ақ кей уақ. Ботақаны нардың, жарға неге бардың? Тілерсегің дірілдеп, секір алмай қалдың. Ән салмас бұрын, дауыс шаттығын айтып, тамағымызды қыздырып алған абзал. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, gamma, do major. Төлдер әнін бірге шырқайық. Ғизатов, төлдер. Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың? Бұлтиып тұр бүйірің, қай өрістен тойдың? Бұлтиып тұр бүйірің, қай өрістен тойдың? Секең-секең ейлақ, жүрмін саған кейіп ақ. Тыным тапсаң болмай ма, секірмей ақ кей уақ. Тыным тапсаң болмай ма, секірмей ақ кей уақ. Ботақаны нардың, жарға неге бардың? Тілерсегің дірілдеп, секіре алмай қалдың. Тілерсегің дірілдеп, секіре алмай қалдың. Музыкалық сабат. Ля нотасы екінші және үшінші сызықтың ортасына жазылады. Музыкалық шығармаларда әуендік ырғақтық немесе тек әуендік не ырғақтық жағынан өзгермейтін тұрақты қайталанымдар кездеседі. Оны музыка тілінде остинато деп атайды. Остинатоға музыкалық мысал. Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың? Үйренгеніңді тексер. Картинки с выставки суреттеме суетасының авторы кім? Остинато дегеніміз не? Тапсырмаларды орында. Бірінші деңгей. Кім қалай шырқайды әннің кейіпкерлері? Екінші деңгей. Мына ырғақ кім қалайды шырқайды әннің кейіпкерлерінің қайсына жақын екенін тап. Үшінші деңгей. Көгершін, тоқылдақ, торғайдың ырғақтық дыбыстарын сал. Оны дауысыңмен немесе қолыңдағы қандай да бір аспап арқылы көрсет. Қыс мезгілінде жыл жаққа ұшпайтын құстарға қамқорлық жасауды ұмытпа. Балалар, музыкалық саяхатымыздағы тамаша кезеңнің бірі бұл күй тыңдау сәті. Балалар композиторы Дәулеткерей Абылақатұлының күйі «Көк тай».
Ұстазды тыңда, үйге тапсырма. Тақырыпты оқып, өлеңді жатта. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар, балалар.